Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын, өте оңай, тез жасалатын, қою тамақпен ашылап жейтін, жеңіл салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен адам санына қарай қиярымызды қалауыңызша кез келген формада кесіп алатын боламыз. Маған осылай кесілген қиярымыздың түрі әдемі көрінетіндіктен өзімнің қалауым бойынша турадым. Келесі қызанағымызды турап алып, тағы да тісімізге салып аламыз. Одан соң тәтті бұрышымызды, яғни сладкий перецімізді ұзынша етіп немесе кубиктап үлкендеу қылып турап салсаңыздар да болады. Тәтті бұрышты әртүрлі түсінен салсаңыздар да біздің салатымыз әдемі көрінеді. Одан соң сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Мен барлығын бір данадан қосып жатқаннан кейін бір дана ғана сарымсағымды қосып үккіштен өткізіп салдым. Барлығын ыдысымызға саламыз. Одан соң аскөктерімізді майда қылып турап үстінен саламыз. Көбіне мен аскөктерді дәмін келтіру үшін, түрінің әдемілігі үшін саламын. Сіздер де осы салатты жасар кезде аскөкті пайдаланғандарыңыз дұрысырақ болады. Одан соң перец немесе паприкамызды қосамыз. Менде паприка болмағандықтан перец салдым. Перецті тым көп салып қажет емес, себебі ащы болып кетеді. Дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Көз мөлшерімен салған дұрыс. Тым көп салып қажет емес тұзды. Одан соң соевый соусымызды қосамыз. Соевый соусты да көп қоспаған жөн. Пеште қыздырып алған майымызды үстінен құятын боламыз. Майды да шамамен 1-2 ас қасықтан салып қыздырып алып, бірден сарымсақтың үстінен құямыз. Қыздырылған майды сарымсақтың үстінен бірден құйдым. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Шамамен кем дегенде 10 минутқа тындырып қойып, содан соң біздің тарелкаларымызға салып, дастарханымызға ұсынуға болады. Неке осындай ыдысымызға салып, үстіне әдемілігі үшін кунжут себетін боламыз. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.